Сәлем балалар, 3 сынып әдебиеттік оқу 81-82 сабақ таза бұлақ тақырыбы. Бүгінгі сабақтан сен ойыңды нақыл сөздер, суреттер арқылы тұжырымдайтын боласың. Бірінші тапсырмаға назар аудар, түсініп оқы және сұраққа жауап беріп көр. Бұлақтың қайнап жатқан көзіне жақын қазандай бір тасты қойыпты да тасқа: «Ей, жолаушы болсаң, осы таза бұлақтай бол», деп жазыпты. Осы жазуды сен қалай түсінесің? Бұлақ ол жер астынан судың ең таза қайнап шығатын орны. Демек сен жолдағы жолаушы болатын болсаң, онда таза бұлақтай таза бол деген мағынада айтылып тұр. Екінші тапсырма, түсініп оқы. Таза бұлақ. Бір бұлақтың басында 3 жолаушы бір-біріне кез болыпты. Бұлақ бір тастақ жерден шығып жатыр екен. Айнала қалың ағаш, жапырақтары бұлақтың үстіне төгілген. Суы мұздай салқын, шыныдай мөлдір, өте таза бұлақ екен. Бұлақтың қайнап жатқан көзіне жақын жерге қазандай бір қара тасты қойыпты да тасқа: «Ей, жолаушы болсаң, осы таза бұлақтай бол», деп жазыпты. 3 жолаушы бұлақтан шөлдері қанғанша су ішеді. Тастағы жазуға көздері түседі. Сонда бір жолаушы тұрып былай дейді: «Бұл жазылған ақыл сөз екен. Бұлақ күні-түні тынбай ағып, алыс жерлерге барады. Бара-бара кеңейіп үлкейеді. Бұған жол жөнекей кішкене бұлақтар қосылып үлкен өзен болып кетеді. Мұнан мынадай ғибрат алуға болады: сондай адал қызмет қыл, еш уақытта жалқауланып тоқталып қалма. Сөйтсең, ақырында сен де үлкейіп мұратыңа жетесің дегенді де білемін», дейді. Сонда екінші жолаушы басын шайқап: «Жоқ, мен олай ойламаймын», дейді. «Бұл жазудың мағынасы сіздің ойлағаныңыздан гөрі тереңірек соқса керек. Бұл бұлақ кім-кімге болса да даяр, ыстықтағанды салқындатып рақаттандырады. Сусағанның шөлін қандырады, онысы үшін ешкімнен де ақы деметпейді. Олай болса, бұл біреуге жақсылық етсең, ол жақсылығыңды ешкімге міндет етпе деген ақыл болады». Жолаушының үшіншісі көркем жас жігіт үндемей тұрды. Жолдастары: «Сен не ойлайсың?» деп сұрады. Жігіт айтты: «Менің ойыма бөтен бір нәрсе келеді. Бұл бұлақтың суы бір орында тыныш тұрып, шөп шалам түсіп, лайық ұғым болса, бұған адамнан гөрі айуан антық болар еді. Бұлақ күні-түні тынбай ағып, тазаланып тұрған үшін бұған адам ынтық. Олай болса, бұл жазудың мағынасы мынау: көңіліңді, бойыңды осы бұлақтай таза сақта. Бұлаққа қарасаң, күн түссе күннің, шөп түссе шөптің сәулесін көреміз. Ендеше көңілің сол сияқты сыртқа ашық көрініп тұрсын деген ғой, деймін», депті. Мәтіннің авторы Ыбырай Алтынсарин. Үшінші тапсырма. Мәтін мен суреттегі бұлақ сипатталған жолдарды тауып оқы. Бұлаққа қатысты көркем сөздерді дәптеріңе жазып ал. Мәтіндегі бұлақ сипатталған жолдар: айнала қалың ағаш, жапырақтары бұлақтың үстіне төгілген, суы мұздай салқын, шыныдай мөлдір, өте таза бұлақ екен. Ал енді осы жерден бұлаққа қатысты көркем сөздерді дәптерге жазып аламыз. Олар мынадай сөздер: суы мұздай салқын, шыныдай мөлдір, өте таза бұлақ сөздері.
Төртінші тапсырма. Топтарға бөлініп, әр жолаушының пікірін дұрыстығын жақтап дәлелдеңдер. Қорытынды сөздеріңді нақыл сөзбен тұжырымдаңдар. Екінші жолаушыны жақтаушы топ. Жақсылығың үшін ақы сұрама. Бірінші жолаушыны жақтаушылар тобы. Адал еңбек ердің досы, бақ іздеудің жолы осы. Үшінші жолаушыны жақтаушы топ. Көңілің мен бойыңды бұлақтай мөлдірері таза ұста. Бесінші тапсырма. Сызбаға қарап, Ыбырай Алтынсарин туралы не білетініңді тұжырымдап айт. Ыбырай Алтынсариннің өлеңдері немесе әңгімелері туралы негізгі ойын анықтаймыз. Демек, Ыбырай Алтынсариннің әңгімелері. Ыбырай Алтынсариннің әңгімелерінің негізгі ойы адамгершілік пен адалдыққа тәрбиелейді. Ал Ыбырай Алтынсариннің өлеңдерінің негізгі ойы балаларды білімге және де өнерге шақыруы. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, видеоға лайк басып, осы каналға тіркеліп алыңдар.